Сәлем достар! Бүгін сіздермен осындай өте дәмді әрі өте жылдам дайындалатын пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі көп құрамды қажет етпейді және 30 минутта дайын болады. Достар, сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді болатынына сенімдімін. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Ал ендеше достар, пирогты жасауға кірісеміз. Ең алдымен тереңдеу ыдысқа 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Миксермен қатты жылдамдықта миксерлейміз. Жұмыртқаны миксерлеген кезде бетіне ақ көпіршіктер шыққанша миксерлейміз. Келесі кезекте 170 грамм қантты бөліп салып миксерлейміз. Жұмыртқа мен қантты араластырып болғаннан кейін бетіне көпіршіктер шыққанша миксерлейміз. Міне өздеріңіз көргендей осылай болғанша миксерлейміз. Одан кейін осы массамызға 5 ас қасық сұйық майды құйып, қасықпен араластырамыз. Келесі кезекте 200 грамм ұнға 1 шай қасық разрыхлительді салып, араластырамыз да електен өткізе отырып, жаңағы массамызға саламыз. Ұнды салған кезде бірнеше бөліктерге бөле отырып саламыз. Осы пирогты жасаған кезде бір ескертетін нәрсе, ұнды салғаннан кейін міндетті түрде массаны қасықпен араластырамыз. Дайын болған пирогтың массасын ыдысқа құямыз. Менің ыдысым осындай силиконды ыдыс. Сіздерде осындай силиконды ыдысқа немесе темір ыдысқа да пісіруге болады. Бірақ мен үнемі бисквиттарды осы силиконды ыдысқа пісіргенді жөн көремін. Пирогты қызып тұрған пешке 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Бисквит өте тез піседі. Сол себептен арасында ашып қарап тұрған жөн. Енді осы пирогтың пропиткасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 ас қасық какао, 100 грамм қант, 100 грамм сары май, 120 грамм су керек болады. Осы 4 құрамды араластырамыз да газда ақырын отта қайнатып аламыз. Міне 10 минутта біздің пропиткамыз дайын болды. Осындай қоюлықта болуы керек. Достар, міне аз ғана уақыттың ішінде біздің пирогымыз дайын болды. Пирогты осылай 2 таяқшаны алып, барлық жерін тесіп шығамыз. Өйткені біз пропиткамызды құюымыз керек. Пропитканы міне видеода көріп тұрғандай етіп, қасықпен сіңдіріп құйып шығамыз. Тағы бір ескертетін нәрсе, пропитканы құйған кезде біздің пирогымыз ыстық күйінде болуы керек. Пропитканы құйып болғаннан кейін пирогты 40-45 минутқа сууға қойып қоямыз. Суып болғаннан кейін міне бетін қант ұнтағымен әрлесеңіздер болады. Немесе жаңғақпен, дәнмен, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген нәрсемен әрлесеңіздер болады. Міне осылай кесіп алып, қонақтарға ұсынуға болады. Достар, қараңыздаршы, аз ғана уақыттың ішінде осындай дәмді әрі тез пирог дайындап шықтық. Мені қолдап, менің каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мен үшін сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Құрметті менің достарым, менімен бірге осы пирогты жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасаңыздар. Құрметті достар, менің каналымнан келесіде қандай рецепт күтесіздер, қандай рецепт шығарғанымды қалайсыздар? Комментарий бөліміне міндетті түрде өз ұсыныстарыңызды жазып кетіңіздер. Сіздерге өз рецептімен бөлісетін Назеркенің каналына тіркелуді ұмытпаңыздар.